Бұл бейнероликте заңсыз іс-әрекеттерді насихаттау жүргізілді. Мысалы, жүргізушінің есікті жауып, қызды көліктен шығаруға жол бермегені, ол бас бостандығынан заңсыз айыру, яғни ауырлығы орташа қылмысқа жатады. Сонда осы роликті көріп, ертең сіздердің достарыңыз немесе туыстарыңызды көрінген еркектер көліктеріне қамап, оларға тиіскендерін қалайсыздар ма? Оған қоса, қыздарға моральдық зиян келтіру насихатталып жатыр. Жеңіл желпі киіну заңға мүлдем қайшы емес. Еш адам құқықтары мен бостандықтарын таптамайды. Әйелге неге солай киінесің? Шешең, әжең сияқты киін деп ақыл айту, ол адамның жеке өміріне қол соғу. Жеңіл желпі киінген әйелдерді жезөкше ретінде қабылдауға болады, оларға жыныстық алым-сақтық, яғни харасмент жасауға болады, тіпті жыныстық зорлық-зомбылық жасауға болады деген пікір victim blaming деп аталады. Яғни қылмыс үшін жауапкершілікті қылмыскерге емес, зардап шегушіге арту. Бұл әйелдерге жасалатын қылмыстарды ақтайтын зұлым идея. Біздің қоғамда нағыз шектен шығып кеткендер әйелдер емес, еркектер. Ұрлау, тонау, зорлау, өлтіру, еліміздегі қылмыстарды жасап жатқандардың басым көпшілігі еркектер. Біреудің ұлдары. Ал егер де ақылдарыңыз, күштеріңіз, уақыттарыңыз асып жатса, жігіттерді тәрбиелеңіздер. Заң мен әділ сот еркектерді жасаған қылмыстары үшін қатал жазалмағанша, басқа еркектерге сабақ болмағанша, қоғамымызда қылмыс тоқтамайды. Мұндағы ең жағымсыз нәрсе, бұл бейнероликтің соңында Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығының тапсырысы бойынша түсірілді деп жазылды. Мемлекеттік мекеменің логотипі қолданылды. Менің ойымша, салық төлеушілердің ақшасына шынайы қылмыстарға, мысалы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылыққа, сыбайлас жемқорлыққа және тағы басқа қылмыстарға қарсы күресу үшін ролик түсіру керек. Әлде бұлардың рухы жемқор ағатайлар мен зорлаушы еркектерге жетпей, тек нәзік қыздарға ғана жете ме? Қазақ қызына тән деген түсінік жалған. Тарихта қазақ мәдениеті ешқашанда қатып қалған бір келкі болған емес. Мысалы, бұрында біздің даланы мекендеген адамдар денелеріне тату, яғни таңба салған, ал бірнеше ғана ғасыр бұрын ересек еркектер шаштарын өсіріп, бұйралап, ұзын айдар таққан еді. Әрине, жаһандану барысында халқымыз көптеген сыртқы ықпалдарға тап болды. Отаршылықтан жаңа ғана басын көтеріп жатқан халық үшін бұл оңай жағдай емес. Алайда, сіз халқымызды осы ықпалдарға шыдай алмайтын, дүние жүзінен жабылып, өз үйшігімізге тығылып отыратын әлсіз халық деп санайсыз ба? Әлде әлемнің барлық толқындарына төтеп беріп, керексізін тастап, керектігін алып, талдап, қорытып, бұрыннан да мықты, дара және шымыр ұлт боп шығады деп ойлайсыз ба? Мен соңғысына сенем. Сондықтан жаһанданудан қорықпаймын. Біздің қоғам қысқа белдемше киген қыздарға батысқа еліктеме деп қанша қысым жасаса, мұсылманша киінген қыздарға шамамен соншама арабқа еліктеме деп тиіседі. Тіпті оларды кеше ғана ашық киіндіңдер, екі жүздісіңдер деп те қорлауы мүмкін. Бұл дұрыс емес. Мен жеке басым діни адам емеспін. Дінді мемлекеттен бөлу, яғни зайырлы мемлекет идеясын қолдаймын. Алайда егер адамның киімі заңға қайшы болмаса, адам құқықтары мен бостандықтарын таптамаса, оған еш қарсылығым жоқ. Әйелдерге жыныстық қылмыстарды жасайтындар басым көпшілігі еркектер. Сондықтан бұл мәселенің шешімі әйелдердің қалай киіну-киінбеуінде емес, кінәлі еркектерді заң мен әділ сот алдында жауапқа тартуында, еркектерді жаппай ағартуда, ал түсінбейтіндерін заңмен қорқытып тәрбиелеуде жатыр деп санаймын. Қызға 40 үйден тыйым, қыздың жол жіңішке, еркек бас, әйел мойын, әйел еркектен бір саты төмен тұру керек, әйел еркектің қабырғасынан жаралған сияқты сөздер халықтың психологиясына терең кіріп кеткен. Әйелдерді кемсіту, еркектен төмен санау, ата-ананың қыз баланы емес, ұл баланың қалауы, келіндерді қорлау және қанау. Бұның бәрі менталитетіміздегі мизогинияның, яғни әйелді жек көрушіліктің белгілері. Әйел болсын, еркек болсын, әр жынысқа қоғамның дайындап қойған қатаң және де тар гендерлік рөлдері бар. Сол рөлдерден тыс шыққан адамдарға қысым жасалынады, қудаланады. Бұл жеке тұлғаның толықтай дамуына, өз потенциалына жетуіне үлкен кедергі. Қысқа уақыт ішінде осындай күрделі мәселелерді ашып көрсету үшін сөздер жеткіліксіз. Адам баласы оқу мен жазуды үйренгенге дейін көптеген ғасыр бойы сурет салған. Сондықтан кейде құр мәтінмен салыстырғанда сурет біздің миымыздағы ежелгі бір бөлігіне әсер етуі мүмкін.
менің еңбектерімді халық көріп, мәссаған, мен де солай ойлаймын деп, сонымен бөлісіп жүреді. Соның арқасында ойымыз бір жерден шығатын азаматтармен байланыс орнатып, бір-бірімізді ары қарай әрекет етуге шабыттандырамыз. Әрқайсымыз жалғыз ғана тамшымыз, бірақ бастарымыз қоссақ, теңіз болып шығамыз.